Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая бүгін сіздерге үй жағдайында жемістерден мороженое жасауды көрсететін боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, каналым одан ары дамуына септігіңізді тигізе кетіңіз. Бізге шағын ғана, қатты үлкен емес 3 банан керек. Сыртын ашып, тазалап аламыз. Домалақтап турап аламыз осылай. Блендерге саламыз. Үлкендеу 3 киви керек. Сыртын ашып аламыз, сыртын тазалап жуып. Бұны да дәл солай кольцолап тураймыз. Бұны да бананның үстіне саламыз. миллиграмм сгущенка құямыз. Менде 3 желания сгущенкасы. Егер тәтті қылам десеңіздер, бұдан кішкене қоссаңыздар болады. Азайтқыларыңыз келсе, аздау сгущенка салсаңыз да болады. Осылай езіп алып, ыдысымызға құямыз. Менде силиконовый ыдыс. Кондитерлік магазинде сатылады. Біреуін албасаңыздар, осындай 4-еуліктің біразға жарайды. Егер жоқ болса, одноразовый стакан болмаса, үйдегі бокалдарға, стакандарға жасасаңыздар да болады. Осылай таяқты тығып, силиконның ішіне құйып шығамыз. Балаларға осылай істеп берсеңіздер, мороженое жегендей пайдалы, жеп қояды. Міндетті түрде сатып алыңыздар. Міне осылай үйде жоқ болып жатса, стаканға істесеңіздер де болады, бокалға. Ортасына таяқ тығып қоясыздар. Морозильникке қатқанша сап қоясыздар. Міне қатты. Силиконның бір жақшы жері әдемі алынатыны қараңыздар. Шері ештеңе болмайды. Мороженеңіз әдемі болып шығады. Құртылмай. Ал стаканды енді алу қиын, сол себепті кішкене ғана жылы суға салып қойып, сыртын кішкене ертіп алып аламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдап, каналым одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, лүпілдеріңізді баса кетіңіздер. Таяғын кішкене ғана бұрап жерсеңіздер, мына осылай жылы суға салынғаннан кейін алынады. Суға салынған екен, бұның сырты кішкене сулы болады, бірақ ештеңе етпейді. Өте дәмді, міндетті түрде істеп көріңіздер.